Ассаламу алейкум ағайын. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы тәкаппарлық жайлы. Беньямин Франклин деген даңқты білім иесі Америка жұртының кісісі 18-дегі жас күнінде Медера деген қаланың бір қарт адамына қонақ болып, шығар уақытта қарт ішкерге бір есіктің шығарып салуға алып келіпті. Франклин бұл кісіге сөйлесе келе жатып, алдында не барын аңғармай, есікке жақындағанда қарт дауыстапты. Еңкей деп, сүйдегенше болмай, есік аласа екен. Маңдайшасына Франклин маңдаймен тарс етіп түсті. Сонда қарт күліп айтты дейді. Бұл кішкентай реніш сізге екіншіде ақыл болар. Ұмытпағайсың, сен жассың, өмірің алдыңда, басыңды тым жоғары ұстамай, төмен еңкіреп жүрсең, мұнан да артық неше соққылардан құтыларсың. Бұл сөзді Франклин 80 жасқа келгенше ұмытпай әрдайым былай айтушы еді. Сол қарттың ақылы маған көп пайда болды. Және көзіммен көрдім. Талай басын жоғары көтерген тәкаппарлардың нешеуінің әлек болғанын дейді.